Қайырлы таң, достар. Бүгін біздің таңымыз осылай өтті. Таза ауада. Айнала тып-тыныш. Сәлем, достар. Қалайсыздар? Арнама қош келдіңіздер. Негізі таңым осылай атты. Қазір біз Ветровойда тұрмыз. Жолдасым екеуміз Нұрболға көмектесіп келе жатырмын. Алда уақытта білетін боласыздар. Ама біздің ауылмен дача. Каналымда дача туралы видео салған болатынмын, оны да көрсеңіздер болады. Жақындап қалдық, біз Көктал ауылының төменгі лагеріне келе жатырмыз. Мына тікеннің дәуін-ай. Қурап, желмен осы жаққа ашып келген ғой, мына лагердің бойын жағалап қапты барлық тікендер. Алдында келгенімізде балалармен бірге осы жерде таңғы асымызды ішкен болатынбыз. Тадам! Осы сиырды айдап келдік, негізінде жолдасым екеуміз. Лагердің іші салқын және жап-жасыл. Сиырға осы дәріні береміз. Сиыр қазір как в раю деп тұр ғой. Шөптерді көріп. Өте керемет жер. Енді айналаның бәрі тал, жап-жасыл, су ағып тұр. Салқын бастысы. Анау лагердегі үйдің даладағы кухнясы екен. Және мен бұл жерде қазір хозяйка болып тамақ істейін деп жатырмын. Егесі үйінде жоқ. Обедке келгенше мен оларға тамақ істеп қоям. Жақсылап тұрып етімді қызарғанша қуырып алам. Перец, қызанақ және пияз салып тағы да қуырып жатырмын. Картошкаларымды ашып қойдым. От жаққаннан қолым ке болып кетті. Болды. Дәмдеуіштерді салып, бетін жауып қоям, астын баяу от қылып. Қазір. Осылай енді баппен тамағымыз пісе береді. Оған шейін тамаққа салат әзірлейін. Свежий салат. Тамағым пісіп,
Обед болғанша мен сіздерге лагерьді көрсетейін. Мына жерде өзен ағып тұр. Түйе тауық та ұстайды. Малдарда, сиырлар да бар екен. Арғы бетінде жолдасым жұмыс жасап жатыр. Саморынсыз шай емес қой негізі. Бұл шайдың дәмі де ерекше, білмеймін, тәтті болады. Қайнап қалды. Ішіп алдық обедімізді, бірақ түсірмедім. Үйдегілер ұнатпады түсіргенімді. Осылай біздің бір күндік отбасылық демалысымыз аяқталды. Енді біз үйімізге қайттық. Достар, егер сіздерге менің видеоларым ұнаса, менімен бірге болыңыздар, маған тіркеліңіздер. Алда қызықты видеолар салатын боламын.